Бала тәрбиесіне байланысты үш керемет кітап. Біріншісі «Эмоциональный интеллект ребенка». Авторы Джон Готман и Джон Деклер. Мен алғашқы әке атанған кезде тәрбиеге байланысты оқыған алғашқы кітабым осы еді. Бұны маған Ержан Мырзабаев деген мықты психолог бар, семейный. Сол кісі осы кітапты айтқан. Өте көп пайдасы тиді. Баланың жалпы ойы қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектескен ең алғашқы кітап осы еді. Одан кейінгі кітап, екінші кітап «Воспитание без наказания». Елжас Ертайұлы өте күшті кітап, маған да қатты ұнады. Мен уже балам өскен кезде кейбір қателерімді маған көрсеткен кітаптардың біреуі осы еді. И үшінші кітап «Воспитание с точностью математики», автор Олжас Сейітов. Бұл мен алдыңғы видеоларда айтқан едім. Бұл жерде автор баланың рухына или тұлға болып дамуына қандай витаминдер қажет ететінін айтады. Біздің иммунитетімізге А, Б, С витаминдер керек болса, біздің рухымызға қандай витаминдер керек екенін айтады. Ол мейірім, сүйіспеншілік, түсіну и так далее. Осы үш кітапты оқыңыздар, өкінбейсіздер.